Мына сұраққа жауап беріп кетейін. Системаны, мысалы біз 2 система, 3 система салуымыз мүмкін, иә? Сол кезде қалай ауыстыру керек? Мына системаны бірінші салып қойдыңыз, иә? Сол кезде сіз қарап отырасыз, мына жерден прям біту керек. Мына жерге келіп уже. Мына жерден тамшылау тоқтайды. Сол кезде бірден тетікшесін төмен қарай түсіріп жабасыздар. Мынау негізінде ашық тұрады ғой былай. Мынау ашық тұрады. Жайлап жабасыздар. И потомнан аласыздар да мынаған ауыстырып саласыздар. Мынаған ауыстырып саласыздар, кішкене жерін қысып жібересіздер. И потом жайлап ашып жібере берсеңіздер болады. Енді қараңыздар, осы ауыстырып жатқан кезде сіз байқамай қалдыңыз, немесе енді қарамай қалуыңыз мүмкін де, сол кезде мына жерден бітіп қалуы мүмкін, ол совсем бітіп қалуы мүмкін, мына жаққа кетіп қалуы мүмкін. Сол кезде екіншісіне ауыстырған кезде мына жақта екіншісін былай қысып жібергеннің өзіне мына жерде мынандай ауа қалып кетеді, немесе мынандай ауа қалып кетуі мүмкін да. Енді сол ауаны қалай шығарамыз? Ол жайлап келуін күтесіздер мына жаққа дейін. Келген кезде жайлап тоқтатып тастайсыз, бірден тоқтатасыз, все. И мына жерден тамырда тұрады ине. Пациентке айтасыз, мына иненің басын басып тұр деп. Пациент қатты басып тұрады, сол кезде мына жерінен суырасыз. Мына жақтан ол кезде қан шығуы мүмкін, қаттырақ басса шықпайды негізі. Осылай ал суырдыңыз, потом мына жағын ағызып, мынасын ауасын шығарып жібересіз. И потом қайтадан мынаны жалғап, мынаны жайлап жібере берсеңіз болады. Бұл өте опасный выход, потому что пациент баса алмай қалуы мүмкін қатты, немесе сіз оны қайтадан жалғап жатқан кезде ол тамырдан шығып кетуі әбден мүмкін. Тағы бір вариант бар. Бұл вариантта мына жерге сіз инені тығасыз, пустой шприцті, и осы жерден ауаны суырып аласыз. Ол кезде де тоже опасно. Енді өзіңіз қайсын жиі жасап жүрсіз, қайсы сізге келеді, сол вариантты жасағандарыңыз дұрыс. Толықтай жауап бердім деп ойлаймын. Одан соң бізде мына қарасаңыздар ине тұр, бұл жерде. Бұл дегеніміз мынауар бұлай қысылып қалады да. Сол кезде уже сізде системадан жүрмей қалады. Осы үшінде біз мынаны салып ауасты шығарамыз. Сол кезде ол жақсы кетіп бастайды. Тағы да системадан кетпей қалған кезде ол мына жердің жауып қалған болуы мүмкін, немесе осындай ине тықпағандықтан болуы мүмкін, және де мына жерден де тоже кіргізген кезде дұрыс кіргізбеген болуыңыз мүмкін. Сол үшін де система жүрмей қалуы мүмкін. Соның барлығын мұқият қарау керек. Пайдалы болған болса, менің инста каналыма тіркеліңіздер. Осындай ақпараттарды білгіңіз келсе, астына номер тастап кетемін. Сол номерге жазып, менің онлайн және офлайн мейірбике атты курсыма қатыса аласыздар. Санаулы орындар қалды, тез өзіңіздің орныңызды алып үлгеріңіз.